Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammad ve alihi ve sahbihi ecmain. Енді бәрі айтады ғой, неге имамдар өлім жайлы айта береді, қиямет жайлы айта береді, ақырет жайлы айта береді. Тіпті анау біреулер айтқаны бар. Осы қазіргі болып жатқан суицидтердің бәрі осы имамдардың кесірі деп. Неге сіз өлімді айта бересіңдер, сөйтіп өзіне қол жұмсайды дейді. Жоқ, керісінше өлімді еске алумен біз негізі көп мотивация шабыт аламыз. Действительно солай. Мысалы, ақыреттің жақындап қалғанын біле отыра, біз не қыламыз? Артымнан не нәрсе қалдырып кете аламын, мына қысқа өмірде не істей аламын деген нәрсе бізде шабыт пайда болады. Қашан адамның өлімнен қорқынышы болмаса, адамда не пайда болады? Нәпсіқорлық пайда болады. Өз нәпсінің артына еру пайда болады. Оны бәріміз білеміз. Пайғамбар сол хадисінде еді, адамның бір сай алтыны болса, екінші сай алтынды қалайды. Оның аузын тек қана топырақ қана толтырады дейді. Қабірге түскенде ғана толады дейді. Жалпы біз қияметтен қорқуымыз, ақыреттен қорқуымыз, өлімнен қорқуымыз бізге шабыт алып келу керек. Жұмысқа болсын, дүниеге болсын, дінге болсын, ақыретке болсын, шабыт алып келу керек. Қанша мықты мұсылмандар бар, бай мұсылмандар бар, өлімнен қорқады. Өлімді айтады, бірақ бай, жақсы өмір сүреді. Осман радаллаху анху 300 жаңағыдай Алла жолына 300 түйеден жаңағыдай қару жабдығымен садақа беретін кісілер болған ғой. 300 түйеде қазір бір түйе 1 миллион теңге да. 300 түйе 300 миллион теңге плюс қару жарағымен, саймандарымен қанша миллионға шақты. Біліп көр, қандай бай болған. Сол екен. Енді мына бүгінгі хадис ол не жайында емес, өлім жайында емес, бірақ ақырет жайында. Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисте айтады, бүкіл пайғамбар дәджалдың келуі жайында айтып кеткен дейді. Өзінің үмметін дәджалдың келуі жайында айтып кеткен дейді. Бұны негізі біз біліп жүруіміз керек. Әрдайым бізде сондай бір не болу керек? Қорқыныш болу керек. Дәджал, Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам дұғаларында дәджалдың фитнасынан сақта деп айтқан. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам соның келуі жайында былай айтқанда маңызды тың ақпарат айтады. Былай айтқанда подробность айтады ғой. Қалай келеді, қашан келеді, қайда келеді, қаяқтан шығады, соның бәрін айтып кетеді. Бұл хадис ұзақ хадис, Муслимде келеді хадис. Науас бин Сам'ан деген сахаба жеткізеді, радаллаху анху, ол айтады. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам күндердің бір күнінде бізге дәджал жайында айтты дейді. Сол дәджал жайында айтып жатқанда даусын бірде бәсеңдетті, бірде даусын көтеріп айтты дейді. Ол анау оқиғаның айтып жатқанда жеткізу манерасы ғой. Адам бір жерде бәсеңдетіп қалады, бір кезде даусын көтеріп жүреді, бүкіл адамның назарына аударып. Хатта заннаннаху фи таифатин нахл, тіпті біз анау талдың артында дәджал тұр ма деп ойлап қалдық дейді. Анау түнгі уақытта бір әңгімелер болады, түнгі уақытта әңгіме айтып жатқанда қорқынышты. Ар жақта шынымен қайта алмай қалатын не болады. Сахабалар айтады, біз тіпті сол дәджалдың сол талдың артында тұрған секілді деп ойлап қалдық дейді. Фаламма рухна илейхи арафа залика фина. Сөйтіп біз пайғамбарымызға келгенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізден сол нәрсені байқады дейді. Яғни біздің қорыққанымызды, соны қатты сезінгенімізді байқады дейді. Сөйтіп сұрады дейді, ма ша'нукум, не болды сендерге? Біз айттық, я Расулалла, сіз кеше дәджал жайында айттыңыз. Сөйтіп даусыңызды кейде бәсеңдеттіңіз, даусыңды көтеріңіз, былай айтқанда бізге бүкіл нәрсені айттыңыз. Хатта заннаннаху фи, біз тіпті жаңағыдай талдың артында дәджал тұр ма деп ойлап қалдық дейді. Сонда Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам айтады, ғайру дәджали ахвафани алейкум, негізі менің қорқатым дәджалдан да басқа нәрсе дейді. Дәджалдан да қорқыныш нәрсе бар дейді. Ияхруж ва ана фикум фа ана хаджижуху дунакум. Егер де мен бар кезде, мен тірі кезде дәджал шықса, мен сендерді қорғап шығам дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам негізі бізге әке секілді болған ғой. Ана айтады ғой хадистерінде, егер де мен сендерге әкелерің секілдімін. Егер де араларынан біреу қайтатын болса, егер де ол мал дүние тастап кетсе, мал дүниесінің барлығы бала шағасына. Егер де оның қарызы болса, қарызын бәрін мен мойныма аламын деп. Пайғамбарым сондай әке секілді болғанда. Егер де дәджал мен тірі кезде шығатын болса, мен сендерді қорғап шығамын дейді. Бірақ егер де мен жоқ болған кезде дейді, шығатын болса, міне сол кезде проблема дейді.
сол кезде дейді фамруун хаджилу нафсихи, әр адам өз өзін қорғау тиіс дейді. Өз өзін қорғау тиіс. Алланың атымен ант етейін дейді. Халифати аля кулли муслимин, валлаху халифати аля кулли муслимин. Ал Алла бүкіл мұсылманның халифасы, яғни Алла бүкіл мұсылманның қорғаушысы Алла дейді. Яғни былай айтқанда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бізді Аллаға тапсырып жатыр. Иннаху шаббун қатату. Негізі бұл жас жігіт дейді. Орта бойлы дейді. Айнуху тафия. Көзі солып қалған дейді. Көз негізі бізде судан тұрады, басым көпшілік. Бірақ сол солып қалғанда су жоқ, не жоқ, мейіз секілді. Каанни ушаббиху би Абдул Узза бин Қатан. Мен бұны Абдул Узза бин Қатан деген кісіге ұқсатам дейді. Пайғамбар заманында Абдул Узза деген кісі өмір сүрген, мен соған қатты ұқсатам дейді. Фаман адракаху минкум фалиқра алейхи фаватиха суратил кахф. Кім соны көретін болса, кімнің заманында туатын болса дейді, көріп қалдың ба, оған Кахф сүресінің бастапқы сүрелерін оқы дейді. Негізі осы Кахф сүресінің бастапқы 10 аяты деп келеді. Бір риwayatта Кахф сүресінің соңғы 10 аяты деп келеді. Жалпы басында да соңында да 10 аятты негізі жаттап алған жақсы. Иннаху хариджун халлатан байна аш-шами вал Ирак. Бұл дәджжал қашан қай жерде шығады дейді? Бұл Ирак пен Шамның арасындағы жолда шығады дейді. Бұл айтқан трассада. Ирак пен Шамды білеміз ғой, қай жерде тұратын. Шам Турцияның асты жағы. Ирак сол Ираннан ары жағы Ирак болып табылады. Ирак, Шам жым жақын бір-біріне. Ар жағы Иордания, Палестина, Шам, Ирак. Соның ортасындағы жолда шығатын болады дейді. Кәдімгі адам кейпінде болады. Бұл адам болады. Бұл адам, бірақ Алла Тағала бұған күш қуат беріп қойған да. Фаата яминан ва ата шималан я ибадаллах фатбуту. Сөйтіп оң жаққа қарап, сол жаққа қарап, не дейді? Ей Алланың құлдары, ал бекем болыңдар дейді. Сонда сахабалар тұрып, я Расулалла, уа ма любтуху фил ард. Жер бетінде қанша күн болады ол дейді. Қанша уақыт болады жер бетінде? Енді бұл сахабалардың енді несі ғой? Былай айтқанда подробно сұрауда, қалай болады, қашан шығады? Бұл енді жалпы түсіндік, бұл жас жігіт болады. Ирак пен Шамның арасында шығады. Бірақ қанша күн болады дегенде Пайғамбар айтады, 40 күн болады дейді. Бірінші күні бір жылдай өтеді дейді. Екінші күні бір айдай, үшінші күні бір аптадай, қалған күндері сендердің өздерің күндерің секілді болады дейді. Яғни бір жыл, бір ай, бір апта, кейін 37 күн болып дейді. 37 күн болып есептеді. Сонда сахабалар сөйледі, я Расулалла, сонда әлгі бір жылдық күніміз дейді. Сол кезде бір күндік намазымызды оқимыз ба, әлде қалай дейді. Бір жылдық намазымызды ма, әлде бір күндік намазымызды оқимыз ба дейді. Бір күн бір жылдай өтеді дейді. Сонда Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям не дейді? Ла уқдуру лаху қадраху. Жоқ, сендер оған санап оқыңдар дейді. Қазіргі біздің сағатпен санап оқимыз. Мысалы қазір осы хадиске байланысты қазір север жақтарда сондай уақыттар болады. Мысалы северде жарты жыл күн, жарты жыл түн. Ол жерде намазы қалай дегенде осы хадиске сай не алады? Әйтеуір саған жақын қаланың несіне қарап, сағатына қарап оқисың. Немесе өздерің сағатты белгілеп оқисыңдар. Өйткені ол жақта күн шықпайды, күн батпайды. Жарты жыл күн шығып тұрады, жарты жыл күн батып тұрады. Немесе бір жерлер бар, ақшам уақыты кіреді, күн батады, жарты сағаттан күн шығып кетеді. Лондонда сондай болады, Болгария жақта сондай болады. Сондай. Соған осы хадис негізі соған дәлел болып есептеледі. Пайғамбар не еді? Жоқ, сендер соған қарап уақыттарыңды белгілеп намаз оқисыңдар дейді. Сөйтіп сахабалар сөйледі, я Расулалла, уа ма исрау фил ард. Ол жер бетінде қаншалықты тез жүретін болады дейді. Яғни енді жер бетіне келгенде, енді Пайғамбар оның алдында бір күн бұрын айтып кетті ғой. Мынау дәджжалдың жер бетін аралайтыны жайлы. Енді сахабалар сөйледі, я Расулалла, жер бетін аралағанда бұл қаншалықты тез келіп, қаншалықты тез кетеді? Біз дайындалып үлгеретіндей сондай бір жағдай бола ма? Қазір мысалы біз Атыраудамыз. Шамнан біз қанша километр? 2000 километр, 3000 километр алыстамыз. Бірақ сол бізге дереу келе ме, келмей ме деген сияқты ғой. Сонда Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям не дейді? Истадбарат хуррия. Бұл бұлт секілді болады, жел айдаған бұлт секілді дейді. Негіз жел айдаған бұлт деген өте тез келеді. Желді күні бұлтты алыстан көресің, ар жақта бір қара түнек шығып тұрады. Дереу
бір сағат өтпей, жарты сағат өтпей үстіңе келіп жаңбыр құйып тұрады. Енді біздің былай алыстан көруіміз ол қаншама километр да, бізге просто көзбен әшейін жақын сияқты көрінеді да. Ал негізі санайтын болсаң қаншама километр да, 70-80 километр ма, 60 километр ма мысалы. Бірақ сол дереу келіп қалады да сенің алдыңа. Сол секілді пайғамбар не еді, жаңағы бұлт секілді, жаңағыдай жел айдаған бұлт секілді тез жүретін болады дейді. Фаяти алал қауми фаядауһум фаюминуна бихи. Бір адамдарға, бір топ адамға келеді дейді. Сөйтіп оларды шақырады. Сөйтіп олар оған иман келтіреді дейді. Уаястаджибуна лаху. Сөйтіп олар оған иман келтіріп, оның айтқан нәрселеріне бойұсынады. Сонда Дәджәл тұрып не дейді? Аспанға бұйрық береді, аспаннан жаңбыр жауады, жерге бұйрық береді, жерден өсімдік шығады. Негізі басқа бір хадисте келтіреді. Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям айтады, Дәджәл шықпастан бұрын 3 жыл қуаңшылық болады дейді. 3 жыл қуаңшылық болады. Әр келген жыл алдыңғы жылдан қаттырақ болады дейді. Әр келетін жыл бірінші күні қуаңшылық болады, екінші жыл одан сайын қатты болады, үшінші жыл одан сайын қатты болады. Мүлдем жаңбыр жаумай қояды. Негізі сынақ деген нағыз сынақ осында. Пайғамбарымның Дәджәлдің фитнасынан сақта деген осы. 3 жыл қуаңшылық. Бізде карантиннің алдында бір жаңбыр жаумай кеткен күндер болды. Биыл Алланың қалауымен жақсы жаңбыр жауды. Жаңбыр жауғанда қуанып қалдық бәріміз. 3 жыл қуаңшылық болады, дым жаңбыр жаумай қояды. Қуаңшылық болғаннан кейін мынау Ақтауда не болды? Мал қырылып қалды, еттің бағасы өсіп кетті. Ол бір жылдың несі да, 3 жыл қатарынан болса, адам қырылып қалады. Міне сол кезде оған иман келтірген адамдарға жаңбыр келіп жауады. Сөйтіп шөп өседі. Дереу көз алдыңда шөп өседі. Жемістер өседі. Сөйтіп нейді, фатаруху алейхим сарихатухум атвала ма канат зуран. Сөйтіп оларға дейді, әлгі малдары дейді, бұрынғы уақыттардан қарағанда сүтті болып келеді дейді. Сүтті болып, жағдай семіз болып сөйтіп келеді дейді. О асбағаху дуруан, жағдай семіз болып, сүтті болып сөйтіп келеді дейді. Жағдай иман келтірген адамдарға. Бір жылдары, осы 2 жыл бұрын Netflix'тан бір не шықты ғой, Машиях деген. Бір сериалының несі шығып, Машиях деп, олар Масих деп, Масихты Машиях деп атайды, бұл еврейлердің атауы. Масих деп, Дәджәлді де Масих дейді, Иса пайғамбарды да Масих дейді, алейхиссалам. Екеуінің енді Масих деп атауы, Масих дегеніміз не? Ол, былай айтқанда, сыланған деген мағынаны білдіреді, немесе ұсталған деген мағынаны білдіреді. Масаха деген сөзден шығады, Масаха деген сипау деген мағынаны білдіреді. Сонда Дәджәлдің Масих деп аталуы бір көзінің сипалғаны, яғни бір көзі солып қалған, соны Масих деп атайды. Ал Иса пайғамбардың Масих деуі, яғни оны былай айтқанда благословленный дейді ғой, жаңағыдай қасиетті, сондықтан сөйтіп атайды. Соған жаңағыдай әсіресе еврейлер, кәпірлер, соның барлығы осының артынан еретін болады. Буддистер, нелер, қандай жаңағы ол действительно сондай болады да. Өйткені ойлап көр, жаңа 3 жыл қуаңшылықтан кейін көз алдында сондай істеп тұрса, қазір біреу бізге келіп фокус көрсетсе, фокусына сеніп қаламыз да. Қалай істедің деп таңғалып отырамыз. Айтқан істейді. Бұл фокустың өзіне біз алданып қаламыз. Біз мұсылман болып тұрып алданып қаламыз. Қазір даже видеоның монтажына бәріміз алданып қаламыз. Бұл монтаж емес та, сен көз алдыңда ақиқат болып жатыр. Жалпы негізі әдеттен тыс нәрсе болатын жағдайлар бар ғой. Оның түрлі нелер бар, 3 түрі бар. Әдеттен тыс. Әдетте ол не? От күйдіреді, су шөлді қандырады дегендей, суық адамға суықтық береді, адам тоңып қалады дегендей, ыстықта адам терлейді дегендей. Бұл әдеттегі жайттар да. Әдеттен тыс жайттар не? От күйдірмейді. От күйдірмеуі әдеттен тыс жағдай. Бұл жағдайлар 3-ке бөлінеді. Біріншісі ол муъжиза, ол пайғамбарларға болған нәрсе. Аллах тағала оларға береді. Бұны муъжиза деп атайды. Екіншісін карамат деп айтады. Бұл пайғамбарларға емес, бірақ әулие кісілерге, сахабаларға, табиғиндерге, үлкен әулие кісілер болады, соларға беріледі. Үшіншісі истидрадж дейді. Истидрадж дегеніміз осы кәпірлерге, Аллаға иман келтірмейтіндерге береді. Мысалы бар ғой, түрлі йогаға қатысатындар, жаңағы монахтар, нелер, неше түрлі жаңағыдай темірді, үлкен темірді майыстырып жатқандар. Бұл Алланың беретін, былай айтқанда, біздің тілмен айтқан керемет, бірақ не истидрадж дейді. Истидрадж дегеніміз не? Алла оларға
бір нығметті бере отыра оларды алдап, өздерінің сол адасушылығында алдап қояды. Құранда айтады: "Санастадрижухум мин хайсу ла я'ламун." Олар білмейтін жерден біз оларға алдап беріп қоямыз дейді. Алдап беріп қоямыз дейді. Міне солай болады. Сөйтіп бұл Дәжжал екінші бір адамдарға келеді дейді. Фаядаухум, сөйтіп оларды шақырады дейді өзіне. Бірақ ол адамдар оған иман келтірмейді. Оның сөзін қайтарып жібереді. Дәжжал олардан кетіп қалады. Дәжжалдар олармен соғысып не қылмайды. Келді шақырды. Иман келтірдің бе, келтірген жоқсың ба? Келтірсең соларға нығметін төгіп кетеді. Иман келтірмесең кетіп қалады. Саған шаруасы жоқ та, сенімен айналысып отыратын. Бірақ не? Ол кеткеннен кейін не болады дейді? Фаюсбихуна мумхилина лейса биайдихим шейун мин амвалихим. Ол кеткеннен кейін қолдарында дым қалмайды олар. Байлығы да несі ештеме қалмайды. Алла действительно сынақ болады. Уаямурру бил харибати фаяқулу лаха ахриджи кунузаки. Жаңағыдай, былай айтқанда ол кеткенде олардың қолында дымы қалмай қалады. Соңғы ұстап отқан малы болсын, бір қозысы болсын, несі болсын, бәрі кетіп қалады, былай айтқанда. Дымы қалмай қалады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңағы: "Я Алла, дәжжалдың фитнасынан сақта" деген осы да өте қиын. Сөйтіп оның қолында кішкентай ғана бір не болады? Таяқшасы болады, былай айтқанда. Оны найзаның бір кішкентай найза деп не қылады? Хариба дегеніміз найза. Немесе оны қазіргі анау не дейді? Былай ұстап жүретін. Трость па? Трость десе де болады да оны. Соны ұстап жүреді дейді. Сөйтіп сонымен жерді ұрып не дейді? "Ей жер, қазынаңды шығарған" дейді. Жерден қазынаның бәрі шығып, оның артынан еретін болады дейді. Каясин сибил нахри, ненің бал араның несі секілді дейді. Аналығын алып кетсең, артынан бал арасының бәрі артынан еріп кетеді де, сол секілді дейді. Сумма ядау ражулан мумталиан шабабан. Сөйтіп бір жігітті кездестіреді дейді. Жап-жас жігіт дейді. Сөйтіп оны өзінің несіне шақырады дейді. Енді Дәжжалдың шақыруы ол әуелде пайғамбар деп, өзін пайғамбар деп келтіреді. Пайғамбар деп келтіреді. Ол кейіннен Құдай деп, өзін Құдай деп жариялайды. Ана Машиях деген жаңағы нені трейлерінде келтіреді ғой, жаңағы спаситель деп, одан кейін пайғамбар болады, одан кейін арғай мен білмеймін, просто трейлерін көрген. Сонда жалпы бұл басында спаситель болады, пайғамбар болады, потом өзін Құдай деп жариялайды. Менің қолымнан бәрі келеді деп. Сөйтіп әлгі жігіт келеді, жап-жас жігіт. Жап-жас жігіт. Фаядрибуху биссейфи. Сөйтіп оны қылышымен қақ айырады дейді. Екіге бөледі дейді, екіге бөлгенде де әлгі екіге бөлінгенде екі жаққа ұшырайды. Арасы садақ атымдай жер болады дейді. Қылышпен бай бөлгенде жата қалмайды да, екі жаққа ұшып кетеді. Ол мүмкін енді Пайғамбар заманында солай түсіндірген шығар, мүмкін біздің заманымызда ол действительно жарып жіберу ме, дым қалмай шашылып кету ме. Енді Пайғамбар не деп жатыр? Қылышпен екіге бөлгенде қақ айырылып, екеуінің арасы садақ атымдай жер болады дейді. Сөйтіп сөйтіп оны қайтып шақырады дейді. Фаюқбилу ва ятахаллалу ваджху ядхак. Шақырады. Сөйтіп анау екеуі келіп қосылады да, қайтып тіріледі. Анау кәдімгі адам секілді күліп тұрады да. Күліп тұрады. فبينما هو كذلك إذ بعث الله تعالى المسيح ابن مريم. Жалпы осы уақыттарда тағы да бір жас жігіт келеді. Тағы жас жігіт келеді. Негізі осы хадисте бұны қысқаға келтірген. Негізі мүмкін осы жігіт болуы мүмкін, немесе басқа жігіт болуы мүмкін. Бір жігітке келіп оны шақырады. Ол айтады, не дейді? Мен саған иман келтірмеймін, сен дәжжалсың дейді. Сөйтіп ол айтады, сендіру үшін оны қақ айырып екіге бөледі де қайтып қосады. Сөйтіп сол жігіт не дейді? Мен қазір сенің өтірікші екеніңе одан сайын көзім жетіп отыр дейді. Одан сайын көзім жетіп отыр. Сөйтіп Пайғамбар бір хадисте келтіреді. Дәжжалдың жеңдері үлкен кең болады дейді. Киім кигенде жеңі кең сонда ашылып тұрады дейді. Оң жеңінде дейді тозақ оты болады дейді. Сол жеңінде жәннат болады дейді. Бірақ Пайғамбар айтады, оның жәннаты тозақ дейді, тозағы жәннат дейді. Сөйтіп әлгі жігітті иман келтірмеген үшін тозағын лақтырып жібереді дейді. Бірақ ол расында ол жәннатқа кірді дейді. Ол жәннатқа кірді дейді. Сөйтіп осы уақыттарда дейді, осылай өзінің несін таратып жүрген кезде сол уақытта Алла Тағала Иса алейхиссаламды жібереді. Иса алейхиссалам
негізі өлген жоқ. Өлген жоқ. Оны христиандар ғана өлді деп есептейді, мұсылмандар өлді деп есептемейді. Уахабилер де өлді деп есептейді. Біз оны өлді деп есептемейміз. Әхлі сүнна тірі. Аллах Тағала оны аспан дүниесіне көтеріп алды. Аспан дүниесіне көтеріп алды. Ол тірі, өлген жоқ. Қайта түсетін болады. Міне сол Дәджәл шығып болғаннан кейін өзінің дағуатын жасап болып жатқан кезде Иса алейхиссалам түседі. Негізі сол уақыттарда кімде шығады? Мәхди де шығады. Мәхди шығып әскерін жинай бастайды. Дәджәл шыққанның алдында, Дәджәл шығып жатқан кездерде. Бірақ Дәджәл шығып болғаннан кейін барып Иса алейхиссалам түседі. Сөйтіп фаянзилу индал манаратил байда аш-шарқи Димашқа байна махрудатайн дейді. Сол кезде ол қай жерде түседі дейді? Дамаск қаласында. Дамаск қаласында мешіт болады, ақ мешіт. Сол ақ мешіттің жаңа үлкен мұнарасында, аппақ мұнарасының басына түседі дейді. Жоқ, Алақса емес, Дамаскта. Дамаскта ақ мешіт болады, сол ақ мешіттің үлкен мұнарасына, биік мұнарасына түседі дейді. Екі қолын екі періштенің иығына қойып түседі дейді. Оның шаштарынан су тамып тұрады дейді. Сондай сұлу күйде түседі дейді. Иса алейхиссалам жас болған. Енді бір риуаятта келтіреді, ол кісі 30 жасында көтеріліп кетті, бір риуаятта 40 жасында дейді. 40 жасынан аса дейді. Себебі ғұламалардың айтуынша жалпы пайғамбарлар 40 жасында пайғамбарлық болады деп келтіреді. Бір ғалымдар айтады, ол 40 жас деген пайғамбарлыққа ол тән сипат емес деп бір ғалымдардың несі бар. Енді маңыздысы бұл жерде жас емес, бұл жерде Иса алейхиссаламның сұлулығы. Аппақ киіммен екі періштенің қолынан жаңағы иығынан ұстап, шаштарынан, бастарынан су тамшылап, сөйтіп түсетін болады. Фаида рафааху тахаддара минху жуманун каллулуи дейді. Әлгі жаңағыдай сулар тамшылап атқанда бір маржан секілді жарқырап сөйтіп түсіп отырады дейді. Фала яхиллу ли кафирин яджиду риха нафсихи илля мата. Сол кезде дейді, кәпір дейді, оның иісін сезсе болды дейді, дереу жан тапсырады дейді. Сонда иісі аңқып жаңағыдай жәннаттың иісіндей болады дейді. Оның иісін сезгенде кәпірлер дереу жан тапсыратын болады дейді. Оның иісі дейді, Иса пайғамбардың көзі қай жерге жетеді, көз жанары қайда жетеді, сол жерге дейін шығып тұрады дейді, иісі аңқып тұрады дейді. Фаятлибуху хатта юдрикаху бибабилуддин фаяқтулуху. Жалпы сол осы уақыттарда Иса алейхиссалам келеді Дамаскқа, сол жерде Мәхди өзінің әскерін жинап келеді. Мәхди деген ол да осы пайғамбар саллаллаху алейхи үмметінен шығатын бір не болады, қолбасшы болады. Ол қолбасшы әскер жинап, негізі ол мен Мәхдимін деп шықпайды. Оны бүкіл халық тағайындайды, ғұламалар тағайындайды. Ол қашады, сонда да оны ұстап алып, оны тағайындайды. Әскерін жинап, сөйтіп Дамаскқа келеді. Сол Дамаскқа келген кезде Иса алейхиссалам түседі. Сөйтіп, сол уақытта намаздың уақыты болады. Мәхди Иса алейхиссаламға айтады, Иса алейхиссалам айтады, жоқ, сен шығасың дейді. Намазға сен шығасың. Сөйтіп оның артында намазға ояды. Намаз оқып болғаннан кейін Дәджәл де сол уақытта әскерімен келіп қалады. Дәджәл Иса алейхиссаламды көрген кезде күші әлсіреп қаша бастайды. Күші әлсіреп қаша бастайды. Кәдімгі анау мұз еріген секілді толығымен бүкіл күштерінің бәрі азайып неғып қаша бастайды. Сөйтіп мынау Палестина жақта Людда деген қала бар. Людда деген қала бар. Қазір ол Людда қаласын еврейлер Палестинада мұсылмандарға тартып алған. Сол қаланың есігінің алдына келгенде, айтқанда, мұсылмандар оларды қуып барып, сол Дәджәлді Иса алейхиссалам өлтіретін болды. Дәджәлді сол жерде өлтіреді. Неге сол жерде үлкен соғыс болады, не болады? Жаңағы енді жалпы Иса алейхиссалам түскен кезде мұсылмандарда өте үлкен күш болады. Кәпірлер дым істей алмай қалады. Жаңағы кәпірлердің бәрі өле бастайды. Христиандар Иса алейхиссаламды көргенде дереу ислам қабылдайды. Иса алейхиссалам түсе салып, христианның бәрін сындыра бастайды, шошқаларын өлтіре бастайды. Оған шерк келтірген нәрсенің барлығын қирата бастайды. Сөйтіп сол уақытта жаңағыдай Дәджәлдің күші әлсіреп, соны Дәджәлді барып өлтіреді. Кімдер? Яһудилар қашатын болады. Яһудилар қашатын болады. Яһудилар қашып, жан-жаққа тығылады. Тастың артына, талдың артына. Сонда тас пен талдың барлығы айтатын, кәдімгі сөйлеп кететін болады, тіл бітетін болады. Ей пәленше, менің артымда яһуди тығылып жатыр, барып өлтір деп. Барып өлтір дейді.
дәріс болып отыр, өзіңіз қия беріңіз. Өзіңіз қия беріңіз. Сондай болады да. Тек бір талдан басқа дейді, ғарқат деген тал дейді. Ғарқат деген бір кустарник сияқты, мындай бір, былай айтқанда бізде қандай талдар бар ол? Жоқ, кактус емес. Оны мүмкін қазіргі уақытта елка деп келтіреді. Біреулер елка дейді, біреулер, былай айтқанда ол кустарник сияқты үлкен бір шашақ тал болады. Сол талғаны айтпайды дейді. Сол талғаны менің артымда яһуди бар деп айтпайды дейді. Енді сол Лудда қаласының жаңағы есігінің алдында Иса алейхиссалам кімді өлтіреді? Дәджжалды өлтіреді. Сөйтіп христиандар, яһудилар, кәпірлер бәрі қырылып қалады. Осы уақытта әлі фитна әлі таусылмайды, тоқтамайды. Мына қияметтің 10 үлкен белгісі бар. 10 үлкен белгісінің біреуі басталды ма, қалғандары бірінің артынан бірі моншақ үзілген секілді, бірінің артынан бірі бола бастайды. Бірі Иса алейхиссалам түсуі, екіншісі Дәджжалдың түсуі, үшіншісі Яжуж-Мәжуж шығуы. Сол сияқты Дәджжал шықты, Иса алейхиссалам шықты. Дәджжал өлді, енді не? Яжуж-Мәжуж. Сол кезде дейді: ثم يأتي عيسى قوم قد عصمهم الله منهم فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. Иса алейхиссаламға сол кезде жаңағыдай аман қалған қауым келеді, мұсылмандар келеді. Сөйтіп Иса алейхиссалам жаңағыдай оларға жәннатта болатын орындар жайында айтады. Олар өткен үлкен сынақтан өтіп жатыр да, Дәджжалға иман келтірмей. Сол сәттерде فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى عِيسَى. Сол кезде Алла Тағала Иса алейхиссаламға уахи түсіреді дейді. إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي. Мен өзімнің бір құлдарымды шығардым дейді. لَا يَدَانِ لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ. Ешкімнің оларға қарсы күші болмайды дейді. Ешқандай күш болмайды оларға қарсы дейді. فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ. Сен менің құлдарымды Тұр тауына алып қаш дейді. Тұр тауы деген Мұса пайғамбардың Алламен сөйлескен тауы. Сол жерге алып қаш дейді. Ешкім олармен қарсы шыға алмайды дейді. Яжуж-Мәжуж деген ол да бір кәдімгі адамдар. Нұх пайғамбардың 3 баласы болады. Сәм, Хам, Яфис деген. Бір балаларынан жаңағы славяндар тарайды, бір балаларынан түркілер тарайды, бір балаларынан жаңағы қара нәсілдер тарайды. Сол түркілер тараған баласынан түркілер және де Яжуж-Мәжуж тарайды. Былай айтқан Яжуж-Мәжуж біздің бауырларымыз десек те болады. Солай. Бірақ бір риуаятта келтіреді, Яжуж-Мәжуж деген екі тайпа дейді. Біреулердің бойлары ұзын, біреулердің бойлары қысқа деп келтіреді. Енді түрлі риуаяттар келтіреді. Бірақ былай айтқанда бұлар кәдімгі адам, бірақ таудың астында қалып қалған, қаншама мыңдаған жылдар таудың астында қалып қалған. Оны Зүлқарнайн, Ескендір Зүлқарнайн таудың астына қамап тастайды. Сол қиямет басталғанша дейін олар шыға алмайды. Былай айтқан жабайы халық. Олар тоқтататын еш нәрсе жоқ. Олар өте көп болады. Бір көлдің үстінен өткен кезде, мына жақта бұрын көл болып тұғы деп айтады да, соншалықты көп болады. Яжуж-Мәжуж деген сондай халық болады. Былай айтқанда дикарь, жаңағыдай жабайы көрген нәрсесін бәрін өлтіреді, қырады, жояды. Олардың несінде көз алдында тек қана өлтіру ғана. Мынау Ескендір Зүлқарнайн оларды қамаудың себебі негізі осы болды. Бір адамдар келіп Ескендір Зүлқарнайнға не еді? Ескендір, саған керек жаңағыдай пұлыңды берейік, ақшаңды берейік. Мынау Яжуж-Мәжуж деген қауым бар, жүрген жерін қиратып жүреді дейді. Солармен бірдеме істеші дейді. Ескендір айтады, маған ақшаң керек жоқ дейді. Алланың берген нәрсесі маған жеткілікті дейді. Сендер маған көмектессеңдер болды дейді. Сөйтіп тауға айдап барып, сол жерге қамап тастайды. Солар Алла Тағала айтады, мен сол құлдарым шығарам, сен тауға қаш дейді. Алла Тағала Яжуж-Мәжуж шығарады дейді. Уахум мин кулли хадабин янсурун. Жер бетіне тарай бастайды. Шұбырып. Фаямуру ауаилухум аля бухайрати табария. Сөйтіп жаңағыдай олардың әуелгі бас жақтары дейді, жаңағыдай бір теңіздің несіне келеді дейді, сөйтіп содан су іше бастайды дейді. Теңіз болғанда көл ғой, теңіздің суы тұзды болады, көл. Сол көлдің басына келіп соның суын ішеді дейді. Соңғылары өтіп баратып, мына жерде су болған еді ғой деп айтады да. Өйткені уже асты лай болып қалады, не болып қалады, су таусылып қалады да, соншалықты көп болады. وَيُحْسَرُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ. Сөйтіп Иса алейхиссалам және оның артынан ергендер, иман келтіргендердің барлығы сол таудың үстіне алып қалады.
حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار дейді. Сол уақыттарда дейді олар таудың басына шығып алады, жиналады. Енді басқа жерде орын жоқ. Тіпті дейді мынау сиырдың басындай, бұқаның басындай жердің өзі оларға 1000 динардан 100 динардан артық болады дейді. 100 динар дегеніміз ойлап көргенде 20 динардан зекет бересің. 20 динар дегеніміз қазіргі уақытта 1,5 миллион теңге. Енді 100 динар 1,5 миллион 5-ке 7,5-8 миллион теңге ғой. Мынандай кішкентай жерді 8 миллион теңгеге сатып алатындай не дейді. Айтқан өте олар үшін өте маңызды жер болады дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Өйткені адамдар сығылысып тұрады, өте көп адам. Түсейін десең түсе алмайсың. Түссең бітті, ар жақта Яжуж-Мәжуж қырып өтіп тастайды. Сондай жерде тұратын болады дейді. Фаярғабу набиуллахи Айса ва асхабуху илаллахи тағала. Сол кезде Яжуж-Мәжуж жер бетін бәрін қырып тастайды. Соңында не еді? Жер бетінде ешкім қалмады. Жердің бетіндегіні өлтірдік. Енді біз аспандағыларға шабуыл жасаймыз дейді. Аспандағыларға шабуыл жасаймыз, Құдайды өлтіреміз, періштені өлтіреміз деп аспанға садақ атады. Аллах Тағала сондай қылып қояды, садақтары қанды болып келеді, қанды болып түседі. Солар не дейді? Жердегілерді де өлтірдік, аспандағыларды да өлтірдік, біз бәрінен біз мықтымыз дейді. Сол уақытта Иса алейхиссалам дұға алады. Дұға алады. Енді Алладан көмек сұрайды. Сонда Аллах Тағала олардың әрқайсының мойнына бір құрт жібереді. Оларды ешкім құртамайды, адам баласының күші жетпейді. Құрт олардың мойындарын жеп бастарын бәрі түсіп қалады. Кішкентай ғана Құранда келтіреді ғой. Алланың «Валиллахи джунудус самавати вал ард». Аллах Тағаланың аспанда да жерде түрлі әскерлері бар дейді. Әскерлері бар. Мысалы Ибрахимнің уақытында алейхиссалам Намруд деген патша болған. Оған Аллах Тағала маса өзінің әскерін жіберді, маса барды. Сол бір маса барды, соның мұрнына кіріп, маса болған шығын мұрнына кіріп, миына келіп, миын жеп әлгі патшаны өлтірді. Енді Яжуж-Мәжужді қырып салуға бір ғана құрт болды. Әрқайсысының мойнынан бір құрт шықты. Сол мойындарынан құрт жеп, олардың бастары түсіп қалды дейді. Файюсбихуна фарса камаути нафсин вахида. Барлығы бір сәтте өле қалды дейді. Сөйтіп Иса алейхиссалам өзінің жаңа иман келтірген адамдармен жер бетіне түседі дейді. Бірақ жер бетін қараса тола өліктер. Жер бетінде сасып жатыр, өліктер қайтып тауға шығады да Алладан қайтып дұға тілейді. Сонда Аллах Тағала оларға құс жібереді дейді. Өте үлкен құстар болады дейді. Мойындары жаңа түйенің мойындай дейді. Мүмкін ол жаңағыдай қазіргі уақытта гриф дей ма? Бұндай құстар. Стервятниктер. Мүмкін сол сияқты құстар, бірақ одан да үлкен болады шығар. Солар дейді келіп барлық өліктердің бәрін алып кетеді дейді. Теңізге тастайды, мұхитқа тастайды, тазалайды. Сумма юрсилуллаху матаран. Сөйтіп Аллах Тағала сондай жаңбыр жібереді, нөсер жібереді. Жер бетінің барлығына нөсерлетіп жауады дейді. Сөйтіп жер беті қайта көгере бастайды дейді. Сөйтіп Аллах Тағала жерге айтады дейді, ал енді өзіңнің жемесін шығара көр, өзіңнің берекетіңді қайта таста көр дейді. Фаяума идин таакулул айсабату минар руманати ва ястадиллунаха биқих фиха. Сол кезде дейді, жер бетінен сондай жемістер шығады, сондай үлкен болып берекесімен шығады дейді. Адам дейді, анарлар өсіп шығады дейді. Адам сол анарды жеп болып, оның несі бар ғой? Қабығы бар, ол қабығында көлеңкелетіп отыратын болады дейді. Сондай үлкен болып табылады дейді. وَيُبَارَكُ فِي الرِّزْقِ حَتَّى إِنَّ الْإِقْحَةَ مِنَ الْإِبِلِ لَتَكْفِي الْفِئَامِ مِنَ النَّاسِ. Және де жаңағыдай малдарында да береке болады дейді. Бір түйенің сүті бір қауымға жететін болады дейді. Барлығы тойып ішетін болады дейді. Бір сиырдың сүті дейді, бір руға жететін болады дейді. Ал бір жаңағыдай ненің ешкінің сүті дейді, ол бір топ адамға жететін болады дейді. Міне осы уақыттарда дейді, Аллах Тағала оларға бір жел жіберетін болады дейді. Әлгі жел дейді олардың қол астынан өтіп, олардың әр мүмин адамның рухын алып кетеді дейді. Негізі бұл оқиға, яғни Иса алейхиссаламнан кейін осындай береке болады. Иса алейхиссалам сол уақыттан кейін 7 жыл берекемен өмір сүреді. 7 жылдан кейін Иса алейхиссалам қайтыс болады. Иса алейхиссалам қайтыс болғаннан кейін қайта жер бетінде күпірлік пайда бола бастайды, қайтып азғындық бола бастайды.
сөйтіп жер бетінде қайта баяғы қалыпқа келе бастайды. Сол уақыттарда жер бетінде баяғы азғындық басталғаннан кейін Аллах Тағала не жібереді? Жел жібереді. Әлгі жел сондай бір самал жел болады. Мұсылман адам иіскесе жан тапсырып қояды. Сөйтіп жер бетінде ешқандай мұсылман қалмайды. Жер бетінде тек қана ең залым адамдар, ең жаман адамдар қалады. Сол уақыттарда оларға қиямет басталатын болады. Ақырет басталады. Аллах Тағала осы күннен бізді сақтасын, бұл күнге жеткізбесін. Бұл өте қиын күндер. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дұға етіп, осы күннен пана тілейтін болған. Уахиру дағуана анил хамдулиллахи раббил алямин.